Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгінгі таңда сіздерге Gamma AI қосымшасын таныстыратын боламыз. Ең алдымен браузерімізде Gamma қосымшасын ашамыз, және де жеке кабинетімізге кіріп алғаннан кейін начать бесплатно батырмасын басамыз. Начать бесплатно батырмасын басқаннан кейін создать новый AI деген батырманы басамыз. Бізде осы терезе ашылады. Бұл жерде біз дайын мәтінді қоя аламыз, немесе тақырыпты жаза аламыз. Болмаса, өзіміздің ұнатқан слайдымыздың үлгісін жіберу арқылы біз өзімізге дайын слайд жасап шығара аламыз. Вставить текст деген батырманы басқаннан кейін бізде дәл осы тереземіз ашылады. Біз осы көрсетілген жерге өзіміздің мәтінімізді қоямыз, немесе тақырыбын жазамыз. STEM кабинетінің мүмкіндіктері. Төменірек түсетін болсақ, создание на основе заметок и конспекта. Продолжайте подсказку редактору деген батырманы басамыз. Далее батырмасын басқаннан кейін бізде алдымызда көрсетілген тереземіз ашылады. Бұл жерде біз минимум текст, краткий текст, подробно немесе обширный дегенді таңдай аламыз. Бұл мәтініміздің ұзақтығын көрсетеді. Төменірек түсетін болсақ, біз өзіміздің слайдымыздың темасын таңдай аламыз. Мысалға, сұрғылт түстерде. Төменгі жағында количество карт көрсетілген. Бұл бізде жалпы презентация файлында қанша слайд болатынын көрсетеді. Мысалға, қазір 8 карта деп тұр. Демек, бұл презентациямызда 8 слайд болады. Бізге қазіргі таңда 4 слайд керек. 4-ке түсіріп аламыз. Және сгенерировать батырмасын басамыз. Байқағандарыңыздай, әріптестер, бізге 1 минуттан кем уақытта слайдымызды дайындап берді. Және де тақырыпқа байланысты суреттер қосылған болатын. Егер қаласаңыздар, өздеріңізге қарай, өздеріңіздің таңдауларыңызға қарай өзгерістер енгізсеңіздер болады. Мысалға, мәтінін өзгерту, суреттерін өзгерту, немесе слайдтарды орнымен ауыстыру. Презентациямызды реттеп алғаннан кейін, жоғарыда 3 нүктені басу арқылы біз экспорттап алуымызға болады. Презентация форматында немесе PDF форматында. Осылайша Gamma платформасы арқылы сабақтарыңызға қажетті презентацияны дайындап шығаруларыңызға болады.